Сәлем достар, бүгін бұл видеода мен сіздерге ешқандай да заңгерлік кеңес бермеймін. Бүгін бұл видеода мен Алматыда, яғни Алматы облысында орналасқан Көлсай көлі жайында айтамын. Қызық болса, онда видеоны әрі қарай көреміз.
Әйгерім екеуміз пландастырып жатырмыз, Чымбұлаққа барып сноуборд теуіп келеміз деп қыстың күні. Көрейік сноуборд, себебі мен өзім ролик айдай аламын, коньки тебе аламын, бірақ сноубордпен Мен де оның бәрі. лыжыны, сноуборд емес, лыжи, сноубордқа емес. Сноубордқа мен тұрғым келмейді, оны көрмеймін да, лыжи, шаңғы. Шаңғы ма? Иә. В общем, шаңғы дейма, коньки дейма, басқа дейма, мен біреуіне де тұра алмаймын. Бұйыртса, иә, жоспарда бар. Ең бастысы карантин болмаса болды. Иә, карантин болмай, Чымбұлаққа кіргізіп жатса Жаңа жылға барамыз. дейін, или жаңа жылдан кейін, январда, иә, қаңтар айында. Міндетті түрде барып, шаңғы деген нәрсеге тұрып көреміз деп шешіп отырмыз қазір. Жоспарлап отырмыз. Күшті ғой. Көрейік, иә, Иә. шаңғында. И каньонға отдельно келу керек, прямо ішіне кіріп, Чарынский каньонға ше, ерекше ол. Чарынский каньонға, иә. Иә. Ол кезде обязательно көйлек алып келетін шығармыз Гүлжан екеуміз. Не только көйлек, мен уже бәрін ұйымдастырып қойдым. Просто былтырдан бері Чарынский каньонға аяқ жетпей жүрді. Анау қалада жүрген соң жұмыс көп болған соң Осы жаңағы. карантин көп жоспарымызды өзгертіп Иә. шыны керек. Биыл карантин шынымен де жоспардың көбісін бұзды. Все, біз отырдық, уже кетіп бара жатырмыз. Қатты биік болды да. Мен өзім жаңа қатты биіктіктен қорыққандықтан дұрыстап түсіре алмадым, бірақ бір-екі кадр жасадым. Жаңағы каньон ерекше әдемі, табиғаттың өзінің бір тылсым құдіреті ғой. Андай әдемі да, еще тағы менде мынандай бір кәдімгі сезім болды да. Каньонға келіп жақындап тұрған кезде бір Америкаға келген сияқты. Америкада каньондар бар ғой. Сол каньонның қасында тұрған сияқты бір сезім болды. Мен күшті, жаңағы ерекше. Маған ұнады. Саған ұнады ма? Ұнады. Өте керемет демалдық, энергия жинадық. Ең бірінші очередь интернеттен демалдық. Бұл жерге келгенде Вообще ұстамайды. интернет ұстамайды бүгін. И телефон да ұстамайды. Ешкім сізге Связь жоқ. хабарласпайды, связь жоқ, иә. Керемет 12 сағат телефонсыз демалдық. Я шынымен де солай. Өте керемет. Стряска немножко, потому что біз уже жолда кетіп бара жатырмыз, содан кейін кішкене осындай болып жатыр. Айына бір рет осылай шығып тұрған дұрыс сияқты деп ойлаймын. Аха, Айына күшті, хотя иә. бы бір рет, иә. Осымен достар, сіздерге Көлсай көлі жайында біраз ақпаратпен бөлістім. Пайдалы болды деп ойлаймын. Егер де видео ұнаған болса, онда лайк басыңыздар. Сондай-ақ сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде төменде комментарийге жаза кетіңіздер. Каналға міндетті түрде жазылыңыздар. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сау саламат болыңыздар.